Assalamu alaikum құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Алдыңғы видеода бір жазылушымыз жылқы малында үнемі кездесетін көз ауруының бірі болған ноғала туралы видео салсаңыз деп еді. Бүгінгі видеомыз ноғаланың қалай пайда болуы және оны көп шығынсыз ең оңай жолмен қалай емдеп жазуға болады. Осы туралы білгіңіз келсе, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Әрі арнамызды қолдап достарыңызбен бөлісіп, қоңырауша белгісін басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ноғала жылқыларда кезігіп тұратын көз ауруының бір түрі. Жұмысқа салудың қауіпсіздігінен, ыстық суықтың көзге ықпал жасауынан, қиыршықты заттардың көзге кіруінен және де басқа себептерден пайда болады. Ауру белгісі: көзден жас ағады, көзін аша алмайды, басын жерге салбыратып тұрады, мазасызданып көзін ағашқа, дауалға сүйкейді, алдындағы нәрсені жөнді көре алмайды, көзін ашып қарағанда көзі қызарып, ақ шелдің алдыңғы жағынан қатты шеміршектің өскендігі байқалады. Егер дер кезінде емдемесе, өскен шеміршек көздің ішін жабады да қажап көзге ақ түседі, немесе көзге жарақат пайда қылады. Ал енді емдеу жолына келсек, көптеген адамдар өз білгенінше өздерінің әдіс амалдары арқылы емдеп жатады. Мен сіздерге әрі оңай, әрі қарапайым, көп шығын талап етпейтін, өнімі жоғары, өзім істетіп жүрген мынадай рецептпен бөлісуді жөн көрдім. Ол үшін ноғала түскен жылқыны жығып бекіндіріп, дезинфекцияланған жіп өткізілген қисық инемен ақ шелдің алдыңғы шетінен іліп алып, жіп арқылы ақ шелді тартып аударып тұрып, операция пышағы арқылы ақ шелдің жұқа қабығын тіліп, арасындағы қатты шеміршекті еппен қырып алып тастау керек. Сосын майда тұз немесе ұнтақталған қант, немесе пенсин ұнтағы сияқты дәрілер себіледі. Бұл дәрілерді 3 күнге дейін үзбей көзге сеуіп тұру керек. Мінекей құрметті көрермен, осындай қарапайым ғана әдіспен жылқының ноғала індетін емдеп сақайтуға болады. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, бұдан да басқа құнды ақпараттарымызды уақытында көру үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар қазақ тілді YouTube арнаның дамуына үлестеріңізді қосып қолдап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.